Мұхтар Шаханов атындағы жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысы Ерлан Мансұр. Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам байқауына әкелген жобам ол бізде электр көлігі. Жоба тақырыбы электр көлігі жобасы. Жобаның мақсаты қоршаған ортаға зиян келтіретін заттарды азайтып, және де болашаққа инновация алып келу. Жобаның маңыздылығы бүгінгі күні ауа райы және де қоршаған ортамыздың барлығы осы басқа көліктерге қарағанда өте қатты ластануда. Бензинмен немесе соляркамен жүретін көліктер ауаны өте қатты ластауда. Және де осы орайда менің жобамның маңыздылығы бұл осы заманға инновация алып келу, яғни жаңа технология енгізу. Бұл электр көлігінің артықшылығы, бұл электр көлігі бізде жанармайды құртпайды, яғни ауаны ластамайды деген сөз. Және де бұндай көліктер әлемде әлі де шығарылуда. Мысалға алсақ, Илон Масктың компаниясы, дәлірек айтқанда Tesla компаниясы әлемнің 7 компанияларының бірі. Мен де тура сондай бір компанияны ашқым келеді. Бұл алғашқы өнертапқыштыққа басты қадамның бірі деп ойлаймын.